Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке бүгін сіздерге үй жағдайында бар болғаны 3 қана заттан тұратын сыр дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілерге, үйіңіздегі балапандарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ал енді бізге керек заттар қолдың сүті болса да жарайды. Мен қалада тұрғандықтан қолдың сүтін табу сәл қиындау, сол себепті осындай дүкендегі 3,2% сүтті пайдаландым. 6% сүтті де пайдалануға болады, қыздар. Қолдың сүті болса тіптен керемет болады. Егер қолдың сүтін таба алмасаңыз, мен сияқты дүкеннен алып, осындай сүтті пайдалана берсеңіздер болады. Сүттің майлылығы 3,2, 900 мл, яғни 1 литр 800 грамм мен сүт пайдаланып жатырмын. Қазанға құйып, оттың астын қосып, қатты жылдамдыққа қоямыз. Сүтті қайнатпаймыз. Қайнауға жақын қалған кезде қоспамызды қосатын боламыз. Оған дейін біз қоспамызды дайындаймыз. 4 жұмыртқа керек болады. Егер жұмыртқаңыз үлкен болса, 3 жұмыртқа пайдалансаңыз болады. Енді 20%-ық брезенский, кез келген 20%-ық қаймақ болады. Ас қасықпен 4 ас қасық қосасыздар. 4 жұмыртқа болса 4 ас қасық, 5 болса 5 ас қасық қосатын боласыздар. Барлығы бір қалыпқа енгенше осылай жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Сұйықтығымыз осындай сәл сұйықтау болу керек. Мінекей сүтіміз енді қайнап бастады. 3-4 мәрте сапырып жіберіп, ендігі кезекте біз өзіміздің сұйықтығымызды құятын боламыз. Сүтті тағы да айтамын, қайнатпаңыздар. Мінекей сұйықтығымыздың барлығын толыққанды құйып жіберетін боламыз. Бісміллә деп. Одан кейін барып, жайлап барып араластыратын боламыз. Түбін барлығы толыққанды араласуы керек. Араластырып болғаннан кейін оттың астын бірден пәсейтіп қоясыздар. Сол кезде аралықта біздің сүтіміз осындай іртік болып пайда бола бастайды. Бірден пайда бола бастайды. Уже құйып бастаған уақытта 2-3 минуттан кейін осындай іртіктер пайда болады. Осы кезде 5 минуттай толықтай қайнатасыздар. Осылай өзінің іртігі жиырылып, сары суы шығып, біздің ірімшігіміз уже пайда болып бастайды, яғни сырымыз. Қыздар, міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар. Видео барысында айтуды ұмытып кеттім. Сүтті қазанға құйғаннан кейін тұз салып қойыңыздар. Сол кезде дәмі кіретін болады. Міне осымен біздің 5-10 минуттай қайнағаннан кейін сырымыз дайын болады. Шамамен 5 минуттай қайнатсаңыздар да жеткілікті. Ал енді міндетті түрде марылға сүзіп алатын боламыз. Астынан осындай сүзгішті де қойып қоюды ұмытпаңыздар. Ең астынан біздің сары суымыз ағатындай етіп тереңдеу ыдысты қойып қоюды да ұмытпаңыздар, қыздар. Толыққанды барлығын құямыз. Марылмен асықпай жайлап суларын толыққанды шығаратын боламыз. Осы кезде қатты ыстық болып тұрады, байқаңыздар. Мінекей толыққанды біздің суымыз өзі шығып, біздің сырымыз қоспасы марылда қалады. Уже бізде қатып бастап жатыр. Мінекей тағы да қолдарыңызбен айналдырып қысыңқырап аласыздар. Және келесі ыдысымызға төңкеретін боламыз. Кез келген формаға орналастырсаңыздар болады, қыздар. Және қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, тағы да басасыздар. Бізде осы кезде тағы да астатық сулары шығады міндетті түрде. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, төмендегі қызыл батырма, подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Мінекей, енді видеода көріп тұрғандарыңыздай марылды қаттырақ байлаймыз. Содан кейін барып, біздің жаңағы сырымыздың үстінен ауыр зат қойып қоятын боламыз, өзінің формасын шығару үшін. Ауыр зат қоймай тұрып, осылай қасықпен жан-жағын басып, артық суын тағы да шығарып алатын боласыздар. Міне қараңыздар, мен осындай 5 литрлік су қойдым үстіне. Бір күнге немесе кемінде 5 сағат тұруы керек. Мен осы кезде түнде жасадым, азанда дайын бола қалды. Осылай жасап, дайындап, таңғы асқа ұсынсаңыздар да болады. Керемет дәмді болып шығады, қыздар. Кез келген тосаппен, нанның үстіне қойып жесеңізде
әдемі сырлардың бірі болып шығады. Бұл сырды әрине пиццаға пайдалана алмайсыздар, бірақ таңғы асқа, кез келген тосаппен жеуге, балаларыңызға беруге болады. Нан ретінде өте дәмді, тойымды болып шығады. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады, қыздар. Міне сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Өзінің формасын өте керемет ұстайды. Енді сіздердің ұстау уақыттарыңызға байланысты шамамен ең кемінде 5 сағат ұстасаңыздар, осылай өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Егер осы видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.